Айым бала кезінен теңізді армандайтын. Ол үшін теңіз, еркіндік, тыныштық және үміттің белгісі еді. Жылдар бойы жұмыс істеп жинаған ақшасына ол ақыры армандаған сапарға аттанды. Теңіз жағасына жеткенде жүрегі ерекше бір толқуды сезінді. Бұл жай ғана демалыс емес, бұл оның жанын іздеу еді. Сол күні күн жарқырап тұрды. Айым жағалауда серуендеп құмда жалаң аяқ жүріп келе жатқанда алыстан таныс бір бейнені көрді. Ол Ерлан еді. Мектепте бірге оқыған, бірақ кейін өмір оларды екіге айырған. Айым оны ұмытып кеткендей болған, бірақ жүрек бәрін сақтап қалған екен. Ерлан да сол жағалауға демалуға келген екен. Екеуі көз түйістірген сәтте уақыт тоқтап қалғандай болды. Олар бір-біріне жақындап үнсіз тұрды. Сосын Айым күлімсіреп: «Сен де теңізді армандадың ба?» деді. «Жоқ», деді Ерлан, «мен сені армандадым. Ал теңіз мені саған алып келді». Сол күннен бастап олар бірге серуендеді, бірге күлді, бірге үнсіздікті тыңдады. Теңіз толқындары олардың жүрек лүпіліндей ырғалып жатты. Бұл кездесу кездейсоқ емес, тағдырдың сыйы еді.